Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мақсатында Бас прокуратура құқық қорғау және арнайы органдармен бірлесіп, нашақорлық пен есірткі саудасына сенімді тосқауыл қою бойынша шаралар кешенін қабылдауда. Бұл бағыттағы жұмыстардың жандануы мұндай қылмыстарды анықтау ауқымының артуына ықпал етті. Мәселен, 2025 жылдың 7 айында өткізу фактілерін анықтау 16%-ға өсті. Жұртшылықтың қатысуымен есірткіні жарнамалайтын 35 мыңнан астам граффити жойылып, 22 есірткіні жарнамалаушының ізі суымай жатып ұсталды. Есірткі сатумен айналысатын 14 қылмыстық топтың әрекетінің жолы кесілді. Оның екеуі трансұлттық. 14 тоннадан астам есірткі алып қойылды. Синтетикалық есірткі өндіретін 21 есірткі зертханасы жойылды. Мәселен, ағымдағы жылдың мамыр айында Алматы облысы Нұра ауылының жеке секторында астыртын есірткі зертханасы жойылып, 8 тонна прекурсорлармен тұтынуға дайын 100 келіден астам есірткі алып қойылды. Павлодарда прокурорлар Павлодар энерго компаниясымен меморандум жасасып, ол арқылы энергияны көп тұтынған пәтерді анықтады. Тексеру көрсеткендей, жергілікті тұрғын өз пәтерінде каннабис өсімдігін өсіріп, оны интернет арқылы таратқан. Есірткі сатушылар пайдаланатын 22 мың криптоамиян анықталып, құны 18 миллион ақш долларының асатын цифрлық активтерге тыйым салынды. Есірткі істеріне қатысты 10 миллиард теңгенің мүлкіне тыйым салынған. Оның 9 миллиардтан астамы арнайы прокурорлар тергеп тексеріп жатқан істер бойынша екенін атап өткім келеді. Азаматтарды есірткі тұтынудан және есірткі бизнесіне тартылудан сақ болуға шақырамыз.